Сәлем достар, Дарико каналына хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен булочканың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Дәл осы рецептпен сатылуға дүкендерге пісіріп шығарады. Сіздермен тегін бөлісіп жатырмын. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Міне қараңыздар, өте жұмсақ, сондай воздушный, пышный болып шығады. Мақта сияқты болады. Өте керемет, өте дәмді болып шықты. Қонақтарға да қойғанға керемет болады. Пышақпен де кесіп көрсетейін. Міне осындай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Барлық керек ингредиенттер осы видеоның астында болады. Алдымен бізге ұн керек болады, высший сорт керек болады, сүт, май, қант, дрожж, тұз, жұмыртқа және су. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны жарып аламыз. Оның үстіне қант қосамыз, тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне жылы сүтті құямыз. Жылы су құямыз. Араластырамыз. Енді оған ашытқы, дрожжды салып, тағы бірлен араластырамыз. Сұйық майымызды құямыз. Бірлет араластырып, енді осының үстіне біз ұнымызды қосамыз. Ұнды қосып, жақсылап араластырып алуымыз керек. Ұн көбірек немесе аздау кетуі мүмкін. Ол жұмыртқаға, ұнның да сапасына байланысты. Мен тағы да ұн қостым. Менде шамамен 750-800 граммдай ұн кетті. Енді столдың үстіне осылай ұнды сеуіп, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Яғни илейміз, өте жұмсақ, қолға жабысатындай қамыр болуы қажет. Міне осындай болған дұрыс, қолға жабысады аздап. Енді оны ыдысқа салып, бетін аздап сұйық маймен жағып жібереміз. Енді пакетпен бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Мен алдын ала духовканы жылытып аламын, соның ішіне қойып қоямын. Сол кезде әдемі болып көтерілетін болады. Міне 1 сағат өтті. Осылай көтерілді. Енді оны бір қайтарып алуымыз қажет. Ол үшін мен осылай қайтарып аламын. Осылай ортасына қарай бүктеп, қамырды осылай төңкеріп, тағы да бетін салафанмен жауып, тағы да бір 40-45 минутқа қоямыз. Ал уақытымыз өтті, қамырымыз дайын. Енді үстелдің үстін майды жағып, столға қоямыз қамырды. Міне осындай жұмсақ, сондай үлпілдек болып шықты. Енді қамырды бөліктерге бөліп алуымыз керек. Ол үшін таразыға мен 60 граммнан өлшеп алатын боламын. 60 граммнан
аздау қылсаңыздар да болады, 50 немесе 55 граммдай жасасаңыздар да болады. Енді әр қайсысын осылай домалақтап жасап алуымыз қажет. Духовканың табасын майлап, осының үстіне барлығын орналастырып шығамын. Міне жасадым. Енді осыны пакетпен осылай жауып, барлық жерін жауып, бір 20-25 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді біз штрейзель жасап алуымыз керек. Булочканың бетіне себетін боламыз. Ол үшін мұздай майды ұн қантпен араластырып, осылай қолымызбен езіп, крошка жасауымыз керек. Штрейзель жасаған міндетті емес, жасамасаңыздар да болады. Міне осылай болып шықты. Жұмыртқаны да дайындап қоямыз. Міне булочкалар тұрып, 2 есе көтерілді. Жұмыртқамен осылай бетін жағып шығамын. Енді оның үстінен осылай молынан штрейзельді сеуіп шығамыз. Тағы да айта кетейін, бұл міндетті емес, жай ғана жұмыртқа жағып қойсаңыздар да болады. Енді булочкаларды 180 градусқа 20-25 минут беті әдемі болып қызарып шыққанша пісіріп аламыз. Ал біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Міне осында керемет болып шықты. Керемет рецепт. Міндетті түрде жасаңыздар. Міне осына мақта секілді өте жұмсақ. Дүкендерден ешбір қалыспайды. Керісінше дәмдірек. Егер менің видеом ұнаса, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.